6 ноябрь күні елорда жастарына арналған 3 жылға жалға берілетін пәтерлерге өтініш қабылдау басталады. 2023 жылдан бастап бұның шарттары өзгерді. Қазіргі таңда сіз тек 3 жылға ғана арендаға ала аласыз. 2019 жылы басталған бағдарлама негізі ол уақытта 5 жылға арналған болатын. Биыл негізі шарттарына өзгерістер енгізілді. Ол жерде бағдарламаның шарттары: сіз Қазақстан Республикасының азаматы болу керексіз, 35 жасқа толмаған, және сіздің отбасы мүшелеріңізде, жұбайыңызда, балаларыңыздың атында 5 жыл көлемінде Қазақстан Республикасы бойынша ешқандай да үй, яғни мүлік болмауы керек, және өтінімді сіз қатысу.жилфонд.kz сайты арқылы тапсырасыз. Бұл сайт өтініш беретін күні ашылады, өтінішті онлайн бересіз, сіз ЕЦБ-іңізбен, яғни электронды цифрлы қолтаңбаңыз арқылы өтініш бере аласыз. Және сіздің Астана қаласы бойынша 3 жылдық постоянный, яғни тұрақты пропискаңыз болу керек. Ол прописка арасында үзілмеген болу керек. Бір орыннан екінші орынға прописка ауысқан кезде уақыт өтіп кетпеген болу керек. Ол үздіксіз бұл тіркелу деген. Сіздің атыңыздағы үй мүліктің жоқтығын растайтын справканы egov.kz сайты арқылы аласыз. Ол справка бір-ақ күнге жарайды, барлығымыз білеміз. Ол бір күнге жарайды, яғни өтініш беретін күні ғана сайттан аласыз. Және сіздің жоғарғы біліміңіз болу керек. Оны сіз арнайы оқу орнынан берілген диплом арқылы дәлелдейсіз, құжаттың сканер вариантын тіркеу арқылы. Және сіздің айлығыңыз отбасы мүшелеріне шаққан кезде 138 мың теңгеден аспайтын болуы керек. Яғни жұбайыңыздың да сіздің де айлық табыстарыңызды қосқан кезде әр отбасы мүшесіне осы сумадан аспайтын болуы керек. Және сіз төлем қабілеттілігіңізді НПФ, яғни пенсионканың анықтамасы арқылы сізге құжаттар тізімі, сізді 2023 жылға жарайтын электронды цифрлы қолтаңбаңыз болу керек. Отбасы мүшелері, яғни сіз отбасын құрған болсаңыз, неке қию туралы куәлік, некені тіркеу туралы әрбір отбасы мүше, балаларыңыздың туу туралы куәлік, жұбайыңыздың жеке басын растайтын құжаттың сканер варианты, жұмыс орныңыздан анықтама, табыс деңгейіңіз, яғни айлық табысыңыз туралы справка, және сіздің 3 жыл көлемінде қалада пропискада тұрғандығыңыз туралы анықтама, оны egov-тан аласыздар. Және Қазақстан Республикасы бойынша атында мүлігі жоқ деген справка тоже egov-тан аласыздар. Ол отбасының әрбір мүшесіне алынады. Және өтініш берушінің жоғары білім бар деген құжаттың, дипломның, яғни сканер варианты. Сондай-ақ ол жерде ИПСі бар жеке кәсіпкерлерде қатыса алады. Оның өзіңіздің жеке кәсібіңіз бар екенін растайтындығыңыз туралы құжатпенен қатысасыз. Және де зейнетақы қорынан үзінді соңғы 6-7 айыңыз тексеріледі, немесе 1 жылыңыз. Және сіздің любой Қазақстанның банкінде депозит, яғни жинақ шотыңыздың болғандығын растайтын анықтама аласыз. Қазір банктердің барлығының мобильді қосымшасы бар, сол жерден алсаңыз болады. Және де балға қалай есептелінеді бал? Күн білесіздер, жұмыс орнынан болмаса басқа да жерден алынған анықтамалар 10 күн деңгейінде ғана жарайды, 10 күнге ғана жарайды. Сондықтан да ол қатысатын уақытпен 10 күн асып кетпеуі керек. Сондай-ақ балыңыз қалай есептелінеді? Сіздің отбасын құрған жылыңызға, отбасы жұбайыңыз бар болса, және отбасында әрбір балаға, және сіздің еңбек өтіліңізге, стажыңызға, сондай-ақ сіздің банкте ашқан депозитіңіздің ашылған уақытына барлығы сізде балл болып есептелінеді. Аталған критерийлардың барлығы сізде бар болса, отбасы көп балалы отбасы болса, немесе сіздің еңбек өтіліңіз жоғары болса, сіздің балыңыз естественно соған сай жоғары болады деген сөз. 6 ноябрь күні кешікпей қатысамыз, сайт сол күні іске қосылады. Мына қараңыздар, жеке кабинет, кіріп өтініш беру, жасыл батырманы басу арқылы онлайн түрде өтініш бересіздер. Барлық құжатты прикрепить етесіздер электронды түрде. Және қорытындысы осы сайтта шығады. Балы жоғары адам міндетті түрде бірінші өтеді. Үйдің квадрат метріне сәйкес аренда бағасы да солай болады. 3 жылға аренда аласыз арнайы договорменен, бірақ бұл үй сізге қалмайды. Құжаттарды ертерек дайындап, барлығымыз қатысуға мүмкіндік бар. Себебі бұл ең тиімді жол.
35 жасқа толмаған жастарға арналған.